Нөмірі 521 сайлау учаскесіндегі тіршілік алагеуімнен қайнап жатыр. Сағат тілі 7-ні көрсетіп, есігі ашылғаннан ақ дауыс беруге ниет еткендер қатары бір сая бір сымат. Қазақстан Республикасы президентін сайлауда өз таңдауын жасауға келгендердің арасында жас отбасылар, зейнеткерлер мен әскери қызметкерлер де болды. Кемпіркөміз келдік қой. Бірінші болып үйренгеніміздерге. Дұрыс таңдау жасап, болашағы жарқын болсын, балдарымыз үшін, бәрі үшін осы сайлау біздің болашағымыз шешеді. Бірінші ол біздің елімізге өте маңызды. Еліміздің тұрақтылығы, еліміздің бір алға деген бір үлкен қадам басуы, еліміздің тыныштығы үшін сол үшін тек сайлауға келіп тұрмын. Көп кешікпей аталған сайлау учаскесіне облыс әкімі отбасымен келді. Тәртіп бойынша жеке куәлігін көрсетіп, дауысын берді. Бүгін өте маңызды күн. Себебі әр қазақстандық өзінің конституциялық азаматтық борышын осы Қазақстанның болашағына, елдің бірлігіне, Қазақстан Республикасының осы әлемдік аренада дамыған мемлекеттердің қатарына қосылуға өзінің дауысын берсе екен деген ниетіміз бар. Бізде бүгін отбасымызбен келдік. Біздің Ақжайық өңірі қашанда өзінің бірлігімен, ынтымағымен, мәдениетімен, тәртібімен ерекшеленген. Сондықтан бүгін де солай болады деген сенімдеміз. Таңмен таласа сайлау учаскесіне келіп, азаматтық құқығын жасаған тұрғындарға комиссия мүшелері ерекше көңіл бөліпті. Алғаш жеткен 4 адамға және науқанға бірінші рет қатысып жатқан жастарға сыйлықтар таратып қуантуда. Кешкі 8-ге дейін 2692 адам осында келіп, өз таңдауын жасайды деп күтілсе, алғашқы сағаттардан ақ олардың 20% дауыс беріп үлгерген. Дайындығымыз нық, ешқандай заңнаманы бұзақылық жоқ. Қалыпты режимде өтіп жатыр. Егде жастағы адамдар қалай келсе, жастарымыз да өз белсенділіктерін арттыруда. Жастарымыз соның ішінде сайлау учаскемізде жастарымыз 18-ге толғандар 58 болып келеді. 58 алғашқы рет дауыс береді. Алғашқы рет, иә. Ал сайлаушылар тізіміне белгілі бір себептермен еңбек алған азаматтарға сол жерде халыққа қызмет көрсету орталықтарының мамандары көмек көрсетуде. Назерке Тоғжан, Дастан Бижанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.